Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Гүлжан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз сөйлем мүшелері. Сөйлем мүшелері сөйлем құрауға қатысқан толық мағыналы, белгілі бір сұраққа жауап беретін және сөйлемдегі басқа сөздермен байланысып тұратын сөздер. Сөйлем мүшелері екіге бөлінеді: тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер. Тұрлаулы мүшелер сөйлем құрауға негіз болады, ал тұрлаусыз мүшелер өздігінен сөйлем құрай алмайтын, тек сөйлемдегі ойды толықтырып тұратын мүшелер. Тұрлаулы мүшелер бастауыш және баяндауыш болып екіге бөлінеді. Бастауышқа мысал келтірсек, мысалы, жазда күн өте ыстық болды. Жазда не өте ыстық болды? Күн, яғни күн де бастауыш болып саналады. Достарым осы жарыста жеңіп шықты. Осы жарыста жеңіп шықты кімім? Достарым. Бұнда бастауыш достарым. Келесі, үшеуі сыртқа шықты. Нешеуі сыртқа шықты? Үшеуі, яғни үшеуі бастауыш болып саналады. Баяндауыш. Біз тауға шықтық. Біз тауға не істедік? Шықтық, яғни шықтық бізде баяндауыш. Оның ойы үйге ертерек жету еді. Оның ойы үйге ертерек не істеу еді? Жету еді, яғни жету еді бізде баяндауыш, яғни күрделі етістік. Оның алғаны кітап. Оның алғаны не? Оның алғаны кітап, яғни кітап баяндауыш болады. Күн қандай? Күн ыстық, яғни ыстық бізде баяндауыш. Оның түсі қара торы. Оның түсі қандай? Оның түсі қара торы, яғни қара торы бізде баяндауыш болып есептеледі. Келесі, ауыл мәдениеті өсіп келеді. Ауыл мәдениеті не істеп келеді? Өсіп келеді, яғни өсіп келеді бізде баяндауыш. Келесі, тұрлаусыз мүшелер. Тұрлаусыз мүшелер анықтауыш, толықтауыш және пысықтауыш болып үшке бөлінеді. Анықтауыш. Мысал келтірейік. Ол ұзын бойлы адам. Ол қандай адам? Ұзын бойлы, яғни ұзын бойлы деген сөз анықтауыш болады. Біз осы ауылдан шықтық. Біз қай ауылдан шықтық? Осы ауылдан, яғни осы деген сөз анықтауыш болады. Келесі, жазғы демалыста шетелге барамыз. Қай демалыста шетелге барамыз? Жазғы, яғни жазғы қай деген сұраққа жауап беріп тұр? Анықтауыш. Келесі, қолында сары қызыл гүлдер бар. Қолында қандай гүлдер бар? Сары қызыл, яғни сары қызыл қандай деген сұраққа жауап беріп тұр? Анықтауыш. 10-шы сыныпта біз бұл тақырыптарды өткен едік. Нешінші сыныптарда біз тақырыптарды өттік? 10-шы, яғни 10-шы нешінші, яғни анықтауыш деген анықтауыш болып есептеледі екен. Келесі, толықтауыш. Мысал келтіре кетсек, атасы балаларын шақырды. Атасы кімді шақырды? Балаларын, яғни кімді деген сұраққа жауап беріп тұр? Толықтауыш. Балаларын деген сөз. Досыммен ұзақ сөйлестім. Кіммен ұзақ сөйлестім? Досыммен, яғни кіммен деген сұраққа жауап беріп тұр? Толықтауыш. Досыммен деген сөз болады. Оған көмектесу керек. Кімге көмектесу керек? Оған, яғни оған кімге деген сұраққа жауап беріп тұр? Толықтауыш. 5-тен 3-ті алса 2 қалады, яғни 5-тен 3-ті деген сөз толықтауыш болып есептеледі. Келесі, пысықтауыш. Мысал келтірсек, ол қалада тұрады. Ол қайда тұрады? Қалада, яғни қайда деген сұраққа жауап беріп тұр? Пысықтауыш. Қалада деген сөз. Олар жоғары көтерілді. Олар қалай көтерілді? Жоғары, яғни қалай деген сұраққа жауап беріп тұр? Пысықтауыш бізде жоғары деген сөз. Батырлар отан үшін қаза тапты. Батырлар не үшін қаза тапты? Отан үшін, яғни не үшін деген сұраққа жауап беріп тұр? Пысықтауыш. Отан үшін деген сөздер. Ол сұраққа ойланбастан жауап берді. Ол сұраққа қалай жауап берді? Ойланбастан, яғни ойланбастан деген сөз пысықтауыш болып есептеледі. Каналыма лайк басып, тіркеліп қойыңыздар.